Құрметті көрермендер, мына сабақтың жалғасы бар, себебі біз қазір ғана с-ның с және с-ның к болатын жағдайын қарастырдық. Ол с-дан кейін жіңішкелер тұрса с болады, қалың дауыстылар тұрса к болады, және дауыссыз дыбыстар тұрса тағы к болады дедік. Енді тура осы бір заңды біз мына әріпке қолданамыз. G әріпі біз ағылшын тілінде білеміз. G кейде G әріпін береді, кейде G әріпін береді. Мына біздің С әріпіміз бұл жаңағы заңды 99% орындаса, G әріпі 89 ғана пайыз орындайды. То есть бәрібір де в основном осы заңды қолданады ол. Тек қана кірме сөздер ғана бар демесеңіз. Сол себепті мысалы G-ден кейін жіңішке E, E және Y келсе, тогда ол бізге G дыбысын береді. Сразу мысалдарды еске түсірейік. Мысалы gentle, Jim және giant. Есімізге түсті да сөздер. Енді G-дан кейін, то есть G әріпінен кейін қалың дауыстылар келсе, тогда ол бізге G әріпін береді. Сразу еске түсіретін болсақ, ол әріптерді еске түсірсек, мысалы goat, ешкі деген сөз. Одан кейін gap, gazer. Одан кейін gum, жвачка деген сөз бар. Gum. Және де тағы да G әріпінен кейін дауыссыздар келсе, бұл да қайттан G әріпін береді. Тек қана жіңішке дауысы дыбыста ол басқаша береді. Мына S секілді қалғандарда ол G береді, мына да G береді. Мысалы glass және group деген сөз бар. G дыбысын беріп отыр. Рахмет.